Қырыққа келдім. Қу тіземді құшақтап әлі жүрмін. Сырықтай болған бойыма, алға ұмсынған кеудеме, дөп-дөңгелек бөксеме, қысқасы өзіме өзім риза болып, өмір сүріп 4-ші ондықтың есігін қағып, өмірдің көбі кетіп аз қалғанын білмей де қалыппын ғой. Енді тағы 40 жасайды дейсің бе? Мен өзі қазір қызбын ба, әйелмін бе? Мен қызбын. Тәніме еркек қолы тимеген ұрғашымын. Әлсін еснеп қойып елегізіп жатқан ол 40-тағы 40 қыз Орынкүл оңашада өзіне өз есеп бере бастады. Көк шыбық кезінде біреуді жақсы көрді, бірақ ол бас бұрмай кетті. Өзіне наздана қарап, күлімсіреп сөйлегенде бері бұрылар ма еді. Бірақ бәрін сезіп біліп тұрып, еркек көрсе қара тастай қатытында қалатын. Алматыдағы дарынды балалар мектебінде оқып жүргенде 10-ші сыныпта бір оқушы бала ерінен шөп еткізіп сүйіп алды. Ернінің сол жері шоқ басқандай қыж-қыж қайнап көпке дейін өзіне өзі келе алмай жүрді. Содан кейін сол баланы жеп көріп кетті. Ол қазір атақты математик, атағы жер жарған академик. Қазір оның сурет бейнесін баспасөздерден көріп, тірі бейнесі теледидар мен интернеттен қылаң еткенде ернін шүйіріп, өшпенділікпен қарайды. Жанының бір бөлшегі солқылдап, тәнін арамдап кеткендей көрінеді. Менің қатарларым шетінен үйлі баранды, ол қыздарын аяқтандырып, ат ойлап той жасап жатыр. Аттестат ала салып атқа қонып үшке бітіре сап, үй болғандар немере сүйіп отыр. Мен сол алгебраның соңына түсіп, жай бөлшекпен AX-ті айналсоқтап жүріп, не есептің түбіне жете алмадым, не өмірден теңімді таба алмадым. Аурухананың жеке бөлмесінде жатқан Орынкүл күйініп кетті. Мұңын шертіп ақтарлайын десе, айналасында ешкім жоқ. Бір бөлмеде бір өзі. Жалғыз адамдық бөлмеге жат жұртта қалғандай жатқызып қойғанын қарашы. Бас жағында томпиған 4 бұрыш тумбочка, үстінде сорайған сарағаш бөтелкесі, қасында бөтелкені күзеткен жалғыз жылтыр стакан. Жалғыздықтың бәрін бір басыма жазып қойған екенде деп, өмірден өтіп кеткен анасын кінәлады. Шешесі қандай болса қызы да сондай. Шешесін көріп қызын ал дейді. Топырақ жамылғанына 10 жылдан асқан анасы өмірі отбасы туралы сөз қозғап, бір басыңды екі оғыл деп айтпапты. Өзі 10 бала туған батырана. 10 баланы асырауда оңай деймісің. Тек сырқат жеңіп, көз жұмардан бір апта бұрын басында күзетіп отырғанда, сенің де арғың тартылуға таяу деді күбірлеп. Ол кезде сыбай салтаң жүрісі өзіне ұнайтын. Тіпті баласының боғына тайып жығылып жүрген құрбы құрдастарын көрсе, жирене қарап, өзін солардан екі ел болса да артық санайтын. Сөйтсем, мен ақпай қалған арық секілді суға сусаған сорлы екенмін ғой деп, жаны ауырып, пышаққа түскенде ғана өзінің осы жүрісіне есеп бергендей болып елегізіп жатыр. Бала шаған болса қоңғырғатпай артымнан ағылып келіп жатар еді. Кезекпе-кезек басында отырар еді. Пышаққа түскенше 10 күн дайындады. Ең жақын деген 2 жеңгесі, олардың бала шағасы келді. Пышаққа түсіп, ота жасағасын үлкен жеңгесі бір рет бой көрсетті. Содан кейін бір партада отырған сыныптасы келді. Онымен де шер тарқатып сырласқысы келіп еді. Кішкенемді балабақшадан, үлкенімді мектептен алуым керек деп, өпеліктей ұшып қонып тез кетті. Ол айналасындағылардың бәрін кінәлай бастады. Әркім өзі үшін өмір сүреді екен ғой. Кешегі ха-ха күлкі, оңашадағы құйқылжыған әңгіме, тыртыңдап билеген көңілді кештердің бәрі қол бостағы қимыл құбылыс екен. Отау тігіп, от жаққасын әркім өзінше, шығарда жаны бөлек, достарың да бөліктен кете барады екен. Сенің ең жақының неке суын бөліп ұрттаған серігің мен тұла бойыңнан жаралған перзентің екен деп, Орынкүл шекесіне сұқ саусағын ұшын қадап, қиял кемесі орнынан жылжи бергенде, анасының мүләйім даусы құлақ түбінен сызылып, естілгендей болды. Ол да сонда өз секілді төсек тартып, ыңырсып жатқан. Сонда анасы айтқан жалғыз ауыз сөздің жауабын іздеп өз жанын өзге тергеуге салды. Арығың да тартылуға таяу. 30-дан асса да соған мән бермепті. Енді ойласа, бұл сөз қыз-құзырың бітіп, перзент әкелер жолың жабылып, енді қайтып етегіңді көтермейтін саха ел болдың деген сияқты. Ол көшедегі суы тартылып, қаңсып тұрған арықты көз алдына келді. Шөп шалам, өсіп күл қоқыстан көрінбей қалған лас арна жүрегін айнытты. Оның қасындағы сылдырлап су ағып, жыбыр-жыбыр майда толқындар лекіген арық қандай көрікті. Одан аққан су қауындықтағы көк пәлекті көмкеріп, жеміс жидекті құлпыртып, әсіресе есік алдындағы қос түп өрік гүл ашып, жұпар шашқанда дүние өзгеше түрге еніп келетін. Осы көріністің бәрін көз алдынан таса қылып Алматыға кетіп, дарынды балалар мектебінде оқып оны тауысқанда неге жеттім? Оның көз алдындағы тағы да тақтаға бормен жазылған AX2 елестеді. X математикадағы белгісі мөлшер болса,
Мен өмірдегі шешуі жоқ жұмбақпын. Айық жұмбағы көп өмір болса, шекесіндегі екі сан сияқты екеу болып, біреумен қол ұстасқанымда ғой. Сол екі саны мен үшін тек тақтадағы жұмбақ екісінің шекесінде тұрып қалды деп, өкінішіне толы, ойы онсаққа бөлінгенде, есікті серпіле ашып, емдеуші дәрігер Орынбай кіріп келді. Жаңағы жан ауыртқан қиялмен әртүрлі елестер сытылып кетіп, айналасы аппақ әлемге малынып, қарсы алдында орта бойлы, дембелше келген ат жақты қос мұрын жігіт тұрды. Қалай Орынкүл қыз деді де, әй-шайға қарамай, үстін жапқан ақ жайманы сыпырып тастап, қарының ота жасаған жерін алақанымен басты. Осылар оташылар ятсыз, ең болмаса ішіңді аш деп айтпай ма? Әй-шайға қарамай жамылғыны жұлып алды. Жұрттың бәріне сөйтем екен, әлде тек мен ғана басынам екен. Басы бос, ешкімі жоқ сорайған соқа басы деп басынатын шығар. Алақанын тыртық боп бітіп келе жатқан жараның орнында қойғанда жаны жай тапты. Алақаны қандай ыстық, әлде келерде бірдеңе жағып келеді ме екен? Дәрігерлердің өз заңы бар ғой. Орынкүл жалғыз басты болғасын ба, күдігі соңынан ілесіп жүреді. Әлде сенер ешкім болмай, әр нәрсенің әрісін ойлап үйренгендіктен бе? Қашанда ақиқаттың қасынан күдік іздеу өзіне өз келіп, кәрі қыз атанғалы бергі дағдысы. 3 күннен кейін шығасың. Шығардан 1 күн бұрын айтамын. Бір рет көк дәрі жағамыз. Сосын көк дөнендей бүлкілдейсің деп тез-тез сөйледі де шығып кетті. Жауырыны қандай жалпақ, қолы қандай ыстық, бірақ осы кісінің сөз сарына түсіне алмайды. Әсіресе алғаш алдына барғанда ештеңе ұға дал болған. Өзінің күн сайын аяғы ауыр әйелдерде іші көтеріліп келеді. Ол бірден неше айлық деді. Бұл жауап бере алмай бұйығып, басын төмен сала берді. Неше айлық деймін? Неше айлығы несі? Мен екі қабат емеспін ғой. Шын ұстап көрді де, ешқандай демалған белгі білінбейді. Басқа жағын демалып тұр. Ол да шаршаған дегенде, өң жүзі алаулап, жерге кіріп кете жаздады. Анализ тапсыр деп, тілдей қағазға бірнеше жолдама жазып берді. Соңынан рентгенге түстеп тағы да, бір белінде қызыл жолағы бар, айрықша қағазға шимайлап қолын қойды. Сөйтсе, бұл жатырды тексеретін ерекше жолдама екен. Бәрін бітіргесін қайтып кел. Шүпірлеген қағазды ұстап бөлмеден шықты. Қандай ятсыз дөрекі адам деп, жек көріп шыққанымен қазір ғана қасынан кеткенде шамалы тұра тұрғанда ғой деген бір әулекті сезім әуреге сала бастады. Сол кездері бетінен басып, ағаларының үйіне бара алмай қалды. Іші көтерілген көрген жұрт некесіз буаз болды деп біреу болмағанмен, біреу сайық-мазақ күлкіге салып, сан құбылтары сөзсіз. Үлкен жеңгесі оңашада, аяғың ауыр емес пе деп таң қалып, әрі қайсар қайын сіңілісінің табиғатына жат қылықты жақпай қалам ба деп жалтақтап сұрап еді. Жұрттың бәрі солай ойлайды, білмеймін. Өзімнен өз көтеріліп барады деді төмен қарап. Содан жеңгесі аяқ астынан бәйек боп жан-жаққа телефон шалып, біреу арқылы осы дәрігерді тауып берді. Сол жол тілінен де қолынан да келетін жанашыр жеңгесіне наз айтты. Осы жасқа келгенше жігітің бар ма деп сұрамадың деді, жанарын төңкере қаларап. Ол болса, қыз-ау, сені туған сіңілімдей көрдім, көбіне Алматыда жүрдің, жігіт деген ас түсіңе түсіп жүрген жоқ па? Айтпады дейсің. Апам ғой бізді осылай артық сөз айтпауға үйреткен деп, қайын енесін кінәлап сөйлегенде сөз алдында аузы ауыр көзімен томаға тұйық отыратын анасы көлең етті. Содан аты жөні жазылған қағазды қолына ұстатып алабұртып көргенде адамды осы оташы Орынбай айтуарып еді. Жұрттың бәрі қолы жеңілдеп кәсіби шеберлігіне тәнті екен. Тіпті ауруханада жатып 10 күнде байқағаны, осындағы төмен етектілердің бәрі оны көрсе басын иіп бәйек бола қалады. Ақ желең жамылған кәсіби дәрігердің де, инесін денеңе қадап, дәрі қытқан медбикелердің де бұл дегеніне ерекше бір ынтық сезіммен елпелектеп қалады. Тіпті еден жуушы ең төменгі қызметкерлер де қарап жүрмей, қызыл ернін жыбырлатып іштей қызыққан көңілдерін білдіріп жүреді. Оның адами қасиеттерін, пышақты бағындырған кәсіби шеберлігін бәрі мойындап, бір-біріне жарыс айтқанда ауыздарынан су тамады. Орынкүлге жасаған жақсылығы да бір басына жетіп артылады. Ешқандай дәрі сатып алған жоқ. Әйтпесе кісі жанынан басқаның бәрі, сатулы заманда дәрі-дәрмектің бәрі аурудың мойнында, бала шағасының аузынан жырып, шыбын жан үшін шырылдап шипа іздегендер қаншама. Өзін неге жеке бөлмеге жатқызды? Соны бір сұрағысы келіп еді, аузын аша алмады. Әлгінде көз алдын әртүрлі елес торлап, анасының сөз құлағына естіліп, көңілі алабұртып жатқанда, кіріп келгенде де қызыл тілдің ұшына сауал үйіріле берді. Жалғыздығым аздаяқ, неге жалғыз жатқыздыңыз деп, қайсар көңілмен наз айтқысы келгенде,
көрген түсте сытылып есіктен шыға берді. Қырықтағы қыз осы бір қолы жеңіл болғанмен, аузы ластау, еркектің құрашиын болса да қасында тұра бергенін қалайтын сияқты. Тіпті қазір көңілі әрі-сәрі болып жатқанда, тағы бір кіріп келсе ғой, қалай сөйлесе де көтерер едім деп, жақындағы адамды алыстағы сағынышындай бір көруді армандап жатыр. Маған ақ жақсылық жасаған жоқ, соның бәрі жеңгем арқылы болса да. Ота жасағасын бір күннен кейін саған витамин жеу керек деп 3 қызыл алма мен 3 лимон салынған жылтыр дорбаны салбыратып ұстап кеп бас жағына қоя салды. Кешеге дейін бас жағындағы жеміске қараған да жоқ. Жалпы тіл үйірген тәттіні о баста жей алмайды. Жұрт қауым мен қарбыздың үстіне түсіп, тамсанып жатқанда бұл бір тірлік, жеп тойдым деп аузы басын сүрте бастайтын. Өмірде соншама тойымды боп, жаралғанына дәл қазірде біреуді кінәлағысы келіп, қолын созып томпиған тумбочканы ашып, бір алманы саусағына іліктіріп, бас жағындағы ақ сүлгімен сүрте сап, қырт еткізіп, ақ тістерімен қыршып алды. Қандай тәтті! Неге алмай жемей жүргенмін? Алматыда дарынды балалар мектебінде оқып жүргенде алма жинауға апаратын. Сонда жұрттың алма жеуден ауыз тынбайтын, сөмке-сөмке қылып жатын орынға келетін. Бұл бір алма жеп, бір артық алма алған емес. Мынау қандай тәтті, иісі қандай керемет. Дөп-дөңгелек апорт лезде таусылып қап, томпиған тумбочкаға жылтыр қалтаға тағы да қол созып еді, сырты бүдір-бүдір боп лимон